Биылғы оқу жылынан бастап Арыс қаласы бойынша 1526 бала бірінші сыныпқа баратын болады. Ал оның ішінде 72 шәкірт Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясына қадам басты. Аталған білім ұясының шәкірттері жаңа оқу жылында қос қуанышты қатар тойлады. Біріншісі көптен күткен білім күні болса, екіншісі өздері оқитын білім ошағы жаңа кейіпке еніп, жаңадан қосымша 200 орындық жаңа корпус пайдалануға берілді. Білім күні ұйымдастырылған шараға қала әкімі Гүлжан Құрманбекова, Арыс қалалық білім бөлімінің басшысы Әшімхан Момбеков, Аманат партиясының Арыс қалалық филиалының төрағасы Бақтығали Ділдәбеков, ардагер ұстаздар мен ата-аналар қатысты. Ашық аспан астында өткен жиында мектеп шәкірттері мен ұстаздары еліміздің әнұранын орындап салтанатты шараны бастады. Салтанатты жиында сөз алған қала әкімі Гүлжан Құрманбекова мектеп оқушыларын айтулы күнмен құттықтап, жаңа оқу жылында орын алатын бірқатар өзгерістерге тоқталды. Қымбатты оқушылар, сіздер үшін жасалынып жатқан қамқорлық пен зор қолдаудың арқасында жарқын жетістіктерге жетіп, жаңа белестерді бағындырады деп сенеміз. Зерделеріңізге тоқыған білімдеріңіз, бойға дарыған ұлағатты тәлімдеріңіз жарқын болашаққа жол ашсын. Қадірлі ұстаздар қауымы, өткен оқу жылында қол жетістіктеріміз аз болмады. Осы ретте ел болашағын тәрбиелеп жүрген мәртебелі мамандық иелері сіздердің тынымсыз әрі жемісті еңбектеріңізді атап өткен жөн. Ізгілік пен ізденісті жоғары қойып, сапалы білім мен өнегелі тәрбие беруге ғұмырын арнаған игі қызметтеріңізге табыс тілеймін. Мәртебелеріңіз асырар, шәкірттеріңіз көп болғай, жаңа оқу жылы жетістіктерге жетелесін. Құрметті ата-аналар, сіздердің де бүгінгі келіп атқан бүлдіршіндеріңіз, бірінші класқа келіп атқан бүлдіршіндеріңіз де осындай тек жақсылықтарға жетелеп, біз олармен, сіздермен бірге мақтанайық. Балдарымызбен, қыздарымызбен мақтанатын болайық. Тағы да бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Биылғы жылдан бастап 100% бастауыш сынып оқушылары ыстық тамақпен қамтылатын болады. Ал Арыс қаласы бойынша 6826 бастауыш сынып оқушылары бар. Сондай-ақ жаңа оқу жылы мектеп мұғалімдер үшін де жағымды жаңалықтарға толы. Жалпы білім беретін мектептердің ішіндегі қаламызда орналасқан мақтанышы үлкен зор мектеп гимназиясы артар үмітіміз үлкен зор деп білеміз. Қадірлі ұстаздар, сіздер білесіздер, мұғалім мәртебесі туралы заңына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің, яғни 23 жылдан бастап 25%-ға тағы айлық жалақы өсетінін хабардар еткім келеді. Сонымен бірге оқу күндерінің апталықтары қайтадан 34 аптаға түсіп, 1 қыркүйектен басталып 25 мамырда аяқталатын болады. Барлық педагогтардың 30 жылдан астам жоғары мәртебесі бар оқу ағарту министрлік тарапынан еңбек ері медалімен марапатталатын болады. Айта кетейік, осы жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясына қосымша 200 балаға арналған мектеп корпусы пайдалануға берілді. 3 ауысымда оқитын балалар қосымша корпустың берілуіне байланысты енді тек 2 ауысымда оқитын болады. Қосымша корпус іші толықтай заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Мұхтар Әуезов атындағы гимназия мектебінің негізі басты ғимараты 460 орынға арналғандығын, енді мына Арыс қаласының білім бөлімі облыс әкімдігінің қолдауымен биылғы жылы жаңа 200 орынға арналған, балдарға арналған қосымша корпус іске қосылып жатыр. Осы корпуста бастауыш сыныптар оқиды. Биылғы жылы біз 72 оқушыны қабылдап жатырмыз. Тест жүйесімен 72 оқушы қабылданды. Жалпы мектебімізде 955 оқушы білім алады. Биылғы жылы мектебіміздің өте жоғары көрсеткіштерге ие болып жатыр. Өйткені барлық жүлделі олимпиадаларда, облыстық кезеңдерде, республикалық кезеңдерде оқушыларымыз жүлделі орындарға ие болып отыр. Енді мына қосымша ғимаратымыз ең біріншіден 3 ауысымды мәселесін жойып, 2 ауысымға ауысып, мектебіміз тек қана жақсы жетістіктерге, жақсы білімге тола болады деген ойдамыз. Салтанатты шара соңында алғашқы қоңырау соғылып, бірінші сынып балдырғандары мектеп табалдырығын аттады. Ал қала әкімі Гүлжан Құрманбекова бастаған топ биылғы жылдан бастап пайдалануға берілген тренажер алаңымен танысып, қос қабатты корпус ішіндегі сыныптарды аралап тәрбие сағаттарына қатысты. Жұмайым Абызбай, Сұңқар Бакиров, АРТ ТВ жаңалықтары.